Islam.Kentau ұсынады. Ұстаз Арман Қуанышбаев. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir söz var ekan. Adam balası ko'p narsani so'ramay, jannatga da do'zaxga da bormaydi dedi. Sol ko'p narsaning birovi umri jayli, birovi yigitlik ishquvati jayli, birovi mol dunyosi jayli, birovi yaxshi zamon jasagan amallari jayli ekan. Lekin o'sida alqishga to'g'ri deb bir jin jasirlar endi o'sha abdaslarni qabul qilingizlar. Biroq buni bir asrlik bir desek de bo'lar edi o'sha jinda. Sebebi adam bolasının umri har kunga arqalay. Biroq vaqt bilan to'xtab, aqlni qarov kerak bo'ladi ekan. Ona xalifa bo'lgan ekan payg'ambarimizning suyukli do'sti, payg'ambarimizning bijari qaynotasi. Sol kishining so'zi bor, hasabu qobila antu hasabu deydi. Esep hisob basına kelmay turganda o'zini eseplab qolmaydi ekan. Adam balası o'sha yer azamat 12 ga to'lganda baligatga yetdi deydi. Ya'ni ne jasasangiz basingizga kuna sol bilan bosib жазыла beradi. 25 ga bo'lib jigit bo'ldik deymiz. Uylenemiz. Мүмкін алғашқы балалар президентімізді көреміз. Осы кезде бір тоқтап, арқаға бір қарауымыз керек. Жігіттің нағыз қайнаған уақытындамын. Енді қалай жүремін? Қайға барамын? Не істеймін? Бұдан кейін кім боламын? Бұған дейін кім болдым? Деп ортаға тоқтайтын кез. Әлбетте енді тоқтайтын кездер көп, бірақ үлкен тоқтайтын кездің бірі 40 жас. Біреулер 40 жаста арақ шараптатып жатыр. Жоқ, олай емес. 40 жаста пайғамбарымыз иығына үлкен жүк келіп, сен пайғамбар болдың деген үлкен ауыртпашылықты көтерген кез болады. Сол 40 жасынан бастап пайғамбарымыз пайғамбарлықтанды. Мұхаммед деп оған дейін. Одан кейін Мұхаммед Расулулла болды. Сол кезден бастап ол кісі күнбай намаз оқитын, күнбай ораза тұтатын. Сол намаз оқып тұрғанда аяқтарын ісіп кететін. Сонда қызы келіп аяқтарын ұлғалап, әкежан, мынау аяқтарыңыз ауырды ғой, бір кез кішкентай тынысаңызшы, демалсаңызшы десе, қызын айтатын көбіне, қызым демалатын уақыт өтті деп. Иә, мүмкін 40-қа дейін адам қателесер, оңды солды жүрер, бірақ 40-тан былай қарай адам аяғын есептеп басатын, ақырын басатын, ағайын доспен дұрыстап араласа алатын, халықпенен дұрыс жақсылық қылып, қарыз құрызын басқасын бәрін уақытында өтеп, лажыларынша бәрімен жақсы мәміледе өткен жақсы. Үлкен жастың бірі 63. Неге 63 қараңызшы? Мынау осы біздің өлкеден өткен Хазірет Сұлтан деген кісі болды. Ол кісі осы 63 жасына келген кезінде пайғамбардан жасын өтіп баратырмын деп, ұялғанымнан жердің астына кірдім деп жазған хикметleri бар білесіздер. Осы жастан ары енді шіли майшат қылып кету, Алланың күнәсіне ары қарай өтіп кету, бұл әбестік болады. 63-ке келіп, адам енді ел ағасы болады. Ел ағасы боласын жұрт сіздің сөйлеген сөзіңізге қарай, киген киіміңізге, жүрген жүрісіңізге қарай. Бұл кісі не дейді екен? Бұл кісі қалай сөйлейді екен, қалай жүреді екен, қалай қарайды екен? Бір кісі айтады, жасы 70-дегі кісі бір жиында отырып қалса. Бұрын дейді, мен жаспын деп ана үлкен кісілерге бата бер деп отыра беретін, ешнәрсе жатамаппын дейді. Бір күні бір жиынға барып қалсам, жұрттың бәрі аумин деп маған қарап отыр дейді. Мен өзімнен үлкендер барып еді бүйтіп іздесем, ана жерде таба алмадым дейді. Сол жерде бір ұялдым дейді, қысылдым, сөйтсем, оған дейді ойламадым дейді, мен алдында қарасам бәрі майдалада отыр дейді жанында. Ана біреу 40-та, анау 45-те, сондай майдалада отыр. Аналардың бәрі мен аузына қарап отыр, ал көке, мен соған кейін әзіл айтып ойнап кіріп отырмын дейді. Баяғыда жас кезінде, ой, мен үйтіп жүрем деп. Кейін ойнап қалып дейді, мен мына майдаладан арасында неге болдым мен? Сосын қарай ойнап
ойландым дейді. Рас қой, ана өзіңнен кейінгілерге қарап қартайғаныңды білесің дейді. Сол сияқты бұл бір тоқтайтын кез, бір остановка қылып, арқаға қарап, жан-жағыңызға қарап, Аллах бұл жасқа да берді. Бұл жасқа пайғамбар келіп дүниеден өтіп қалса, Алла маған бұдан ары қарай қуаныш берсін, Алла маған бақ берсін. Сол үшін осы пайғамбардың жолын ұстанайын, осы ақсақал болған, ел ағасы болған жолды ұстанайын деп, дұрыс жолға жүрген жақсы. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір сөз бар. Алла тағаланың пайғамбарға деген жүрекке бір сөз екен. Алла айтады дейді, мен пенделеріме ақсақал сыйлаймын. Өз уақытымен келсе да, енді ол витамин жетіспей, басқа жетіспей, ол 25-30-да да шаршаған адамдар бар ғой? Жоқ, өзінің уақытымен ақсақал сыйлаймын. Міне, сол адам білсін дейді, мен оған өзімнің нұрымды сыйладым дейді. Сосын білсін дейді, мен оны өзімнің нұрымды сыйлағасын, оны дозаққа салудан ұяламын дейді. Онда сол адамға айтып қой, ол адам да күнә жасаудан ұялсын дейді. Сондықтан бұл үлкен ауыр жас, 60 деген біреулер енді ой кісі екенде денсаулығы нашарлап басқа деп, енді жігітті қашан құтырады дейсіз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кісі сұрапты, жігіт деген қанша жаста болады десе, 15 жас пенен 60 жастың арасы жігіт болады депті. Одан ары қарай жігіттің арасы болады ары қарай. Міне, енді Алла тағала ұзақ өмір берсін сіздерге, бала-шағаның рахатын көрсетсін. Жігіт ағасы болдыңыз, сізден кейінгілер сізге қарап өседі, ұлдарыңыз сізге қарап өседі. Сізден үлкендер енді міне біздің қатарымызға тағы бір ақсақал қосылды деп, алдымызда алып келе жатқан бір жігіт қосылды деп, олар да қуанады. Енді осындай бір орта жасқа келгеніңізде Алла тағала сізге жасын тозағынан берсін. Адамға Алла тағала денсаулық, бала-шаға, мал дүние, ұзақ өмір, бұның бәрі бергенде бұл Алланың нығметі деп аталынады. Алла нығметін берген кезінде сынау үшін береді екен. Шүкір қылса Алла бере беріп дейді екен. Егер жоқ, мен өзім болдым, өзім толдым дейтін болса, Алла тағала ол кісіне басқа жасайды екен. Сол үшін Алла осы берген сізге нығметтерін Алла тағала одан да көп күтесін. Иншалла. Шүкіріңізді сізде Аллаға көп шүкір етіңіз. Әйтеуір жақсы жаман көрсеңіз де осындай бір өмірдің бір ортасына келдіңіз. Алланың ағарайда иншалла қуанышыңызды көп қылсын. Жаныңызда жақсыларды мол қылсын. Жамандарды сіздердің жаныңыздан ұзақ қылсын деп иншалла тілек білген келеді. Рахмет.